Жедел хабар. Егер видеороликтен толығырақ мәлімет алуды қаласаңыз, онда арнамызға тіркеліп, видео астындағы бар жоғы бір дана лайк түймесін баса кетулеріңізді сұраймыз. Онда бастадық. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлауынша, жыл басынан бері республикалық бюджеттен 824,03 миллиард теңге төленді. Оның ішінде базалық зейнетақы төлеуге 253,1 миллиард теңге, ынтымақтастықты зейнетақы төлеуге 572,2 миллиард теңге бөлінген. 2023 жыл 1 сәуірдегі жағдай бойынша 2,297,000 зейнеткер бар. 2023 жыл 1 сәуірдегі жағдай бойынша жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 120,798 теңгені құрайды. Оның ішінде ынтымақтастық зейнетақы төлеуге 82,953 теңге, базалық зейнетақы төлеуге 37,847 теңге деп хабарланды ведомство. Бұл жерде айта кетері, 2018 жылдың 1 шілдесінен бастап мемлекеттік базалық зейнетақы зейнет өткеліндегі жағдайына қарай артып қайта тағайындалады. Бұл ретте 1998 жылдың қаңтарындағы жағдай ынтымақтастық жүйесіндегі істеген жағдаймен салыстырылады. Егер азамат өтілімі 10 жылдан кем болса, не болмаса, жоқ болса, базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 60%-на тең болады. 10 жылдан аса әр жылға 2%-ға қосылып бара береді. Егер сіздің еңбек өткеліңіз 20 жыл болса, онда ең төменгі күнкөріс деңгейінің 80%-ын құрайды. Егер 30% болса, онда ең төменгі күнкөріс деңгейінің ең жоғарғы мөлшерінде, яғни 100%-ық белгіленеді. Егер сізді осы және басқа да хабарлар қызықтырса, онда арнамызға тіркеле өтіңіздер. Сау саламат болыңыздар.